Ассалаумағалейкум баршаңызға. Біздің каналымызда бүгін өзгеше мазмұндағы контентті шығарғалы отырмыз. Психологиялық тесіт. Көптеген замандастарымызға өте қызықты деп ойлаймыз. Яғни, сіз туралы өзгелер не ойлайтынын біліңіз деп аталады. Шындығында қызық емес пе? Ендеше бұл қызықты тестті бастамай тұрып, онда біздің каналымызға жазылып, қасында тұрған қоңыраушаны басып кетіңіз. Және міндетті түрде біздің контенттерге пікір қалдырып жүруді ұмытпаңыз. Біз сіздер үшін қызықтың көкесін ұсына беретін боламыз. Қазақтың әдемі мақалы «Сырт көз сыншы» дейді. Иә, әлбетте, сырт көздің қалай айтатыны кейде маңызды емес. Бірақ кей жағдайда біз міндетті түрде санасуға мәжбүрміз. Ішкі жан дүниеміз қанша жерден өзімізге мәлім боп тұрғанымен, біз өзгелердің өзімізге деген позициясын білуге құштар боп жатамыз. Шындығында солай емес пе? Басқа адамдар біз туралы не ойлайтынын білгіміз келеді. Айналамыздағы адамдар арасында өзіміз жайлы жағымды пікір қалыптастырып жүру әрине әрбір азаматтың адамгершілігі деп есептеуге болады. Ал сіз өзгелер үшін қандай адам боп көрінесіз? Білгіңіз келе ме? Онда бізбен бірге болыңыз. Я рас, тағы бір мәрте айта кетейікші. Осы контентке лайк басып, осыны басқаларға да, достарыңызға, туыс-туғандарыңызға бөлісуді ұмытпаңыз. Ендеше біз психологиялық тестті бастаймыз. Мұнда сіздердің алдарыңызда көрінген суретке үңіліп, көзіңізге бірден түскен ағашты таңдаңыз. Қайтадан айтамыз, ойланып толғанып отырып емес, әдемісін таңдайым деп. Жоқ, көзіңізге бірден түскен ағашты таңдаңыз. Сонда сіздің нақты характеріңіз шығатын болады. Яғни бір сөзбен айтқанда, алғашқы түйсік. Ал енді, таңдап болсаңыз, қай номердегі ағашты таңдадыңыз, пікір қалдыру тақтасына жазып кетіңіз. Біз оқитын боламыз. Ендеше, тесттің жауабына тоқталайық. Бірінші нөмірдегі ағаш. Сізді өзгелер жұмсақ, биязы мінезді адам ретінде таниды екен. Құттықтаймыз. Жүрегіңіздің нәзіктігі, жаныңыздың мейірімділігі айналаңыздағы адамдарға өте ұнайды. Өзгелерге нағыз қорған бола алатын, қиын сәтте жақындарының жанын таба алатын жан екеніңізді өзгелер сан мәрте көз жеткізіп үлгерген. Сол себепті ортаңызда сыйлысыз, құрметтісіз. Солай ма? Сіз барлығына керексіз. Өйткені әлем сіз сияқты мейірімді жандарға зәру. Міне керемет. Екінші нөмірдегі ағаш. Сізді өзгелер үшін әрдайым көңілді жүретін, мұңаюды білмейтін, айналаңыздағыларға көтеріңкі көңіл-күй сыйлайтын адам ретінде танымалсыз. Бәрекелді. Сіздің жаныңызда жүріп, сізбен бір сағат сырласқан адам барлық мұң-мұқтажын ұмытып, сіз сияқты өмірге позитивті көзқараспен қарай бастайды. Не деген керемет. Жалғасты кеттік. Осы мінезіңіздің арқасында достарыңыз өте көп. Бұл да тамаша. Сіз адамдарды атақ дәрежесіне, шыққан тегіне қарай алаламайсыз. Супер. Адамдардың барлығы тең. Сізді ең алғаш көрген адам қандай бақытты, көңілді жан деп таңданып жатады. Осылай ма? Ендеше комментарийға жазып кетіңіз. Сіз жемісін төккен ағаштай керемет адамсыз. Бұл нұсқадағы адамдар өте бір ғажайып көңілді, сондай позитивті адамдар екен. Құттықтаймыз. Үшінші нөмірдегі ағаш. Неткен қарапайым адам, мына заманда да осынша қарапайым адам бар ма? Сіз туралы өзгелер міне дәл осылай ойлайды. Келісесіз бе? Сіздің қарапайым мінезіңіз өзгелер үшін өте жұмбақ. Өте әдемі екен. Жұмбақ болу керек. Тұйықтығыңызды да өзгелер түсінбей жатуы мүмкін. Түсінбесе түсінбесін.
қолыңызда ақшаны ұстап жүрсеңіз де, қарапайым киініп, қарапайым болып жүргенді жақсы көресіз. Кейде тым қарапайым болмасаңшы деп ақыл айтып жататындар да жоқ емес, солай ма? Дегенмен, өзгелер үшін сол қарапайымдылығыңызбен ерекшесіз. Осындайда Құнанбай бабамыздың бір сөзі еске түседі. Кімнің артықшылығы не болса, кемшілігі де сол дейді. Мына нұсқа соған ұқсайды екен. 4-ші нөмірлі ағаш. Сізді өзгелер шыдамсыз, мазасыз, айтқан істетпей қоймайтын, өз дегенімен жүретін жан деп ойлайды. Бұл да әдемі, шындығында да солай. Басқа адамдар өздерін сіздің жаныңызда еркін ұстай алмайды. Неге дейсіз ғой, сізде лидерлік мінез басым. Мазасыздығыңызбен істің нәтижесіне бірден қол жеткізгіңіз келетін қасиетіңізді өзгелер бірден қабылдай қоймайтыны анық. Дегенмен, сіздің сөзіңіз өтімді болғандықтан, бұл қасиетіңізді жақсы қабылдап жатады түптің түбінде. Сіз үшін бір орында тұрақтап қалу қиын, әрдайым өзгерісті қалайсыз. Демек, бұл нұсқадағы адамдар өздерін үнемі дамытып отыратын адамдар болса керек. Ал енді 5-ші нөмірлі ағашты таңдаған адам туралы басқа кісілер не деп ойлайтынын білесіз бе? Кеттік. Сіздің мінезіңіз өзгелер үшін түсініксіз. Енді не істедік? Өйткені күліп отырып, мұңая қаласыз, мұңайып отырып, қуанып кетесіз. Демек, эмоциалды адам болдыңыз ғой. Жұмбақ жан деген тіркес сізге қаратыла айтылса керек. Қазір бір істі бастап отырып, екінші бір іске ауысып кетуіңіз мүмкін. Сіздің мінезіңіздің адамдарға беймәлім қырлары өте көп. Бұл тамаша. Жағыну, жалпақтау дегенді мүлдем білмейсіз. Не деген тамаша қасиет. Бүгін айтқан ақылыңызға ертең өзіңіз қарсы шығуыңыз бек мүмкін. Кейде өзіңіз де түсінбей қалып жатасыз. Мінезі құбылмалы, ойнамалы жан дейміз бе, не дейміз? Бірақ бір шама керемет қасиеттері бар екен. Енді ең соңғы нөмірдегі 6-ші ағашты таңдаған кісінің ол кісі туралы адамдар былай ойда болады екен. Дәл осы ағашты таңдаған адам, дәл осы ағашта өзгелердің көзіне сүйкімді болып көрінеді. Өте тартымды жандар. Сөйлеген сөзімен, өз-өзін ортада дұрыс ұстауымен ерекшеленеді. Мінекей, өзгелер сізге өте мәдениетті деп баға беріп жатады. Иә, мәдениетті екеніңіз рас. Ақсүйектерге тән қасиетіңіз бар. Тіпті керемет. Өзіңізді жоғары бағалайсыз. Бұл да тамаша. Айналаңыздағы адамдар әрдайым сіз туралы тек жағымды пікірлер айтады. Мына 6-ші нөмірді таңдаған кісілерде өте бір тартымды жандар екен. Құттықтаймыз. Біздің бүгінгі психологиялық тест сізге көмегін тигізді ме? Бұл тесттің нәтижелері туралы қандай ойдасыз? Келісесіз ба? Өзіңізді қаншалық танисыз? Осы туралы өзіңіздің ой-пікіріңізді міндетті түрде жазып қалдырыңыз. Адам адамнан тәлім алады, ағаш ағаштан мәуалады дейді. Бір-бірімізге дамуымызға, бір-біріміздің жақсы жақтарға қарай түзелуімізге септігі тиіп қалса, кәнеки. Айтпақшы, біздің бұл психологиялық тест дерек көздерінің көрсетуінше автор Маржан Сәбет. Біз аталған жазба контентті видео форматына бейімдедік. Ендеше барлығымыздың пайдамызға жарасын. Қызықтың көкесі алда. Келесі кездескенше сау, сәлеметте болыңыздар.